Барлықтарыңызға сәлем, сіздер мені Әуез университетінің студенттері. Менің есімім Орынтай Рабия, менің жанымдағы Әділет және оператор Елдана. Бүгін біздің командамыз сіздерге, яғни TripleByte деген команда сіздерге сұрыптау және іздеу деген алгоритм түрлерін түсіндіретін болады. Біздің бүгін алғашқы белгілеген тақырыбымыз ол сұрыптау. Сұрыптау дегеніміз бұл деректерді белгілі бір ереже бойынша орналастыру процесі, мақсаты ақпаратты жеңіл табу, салыстыру және өңдеу. Ал бүгін біз қорғайтын тақырыбымыз ол жылдам сұрыптау. Бүгінгі және біздің екінші тақырып ол іздеу алгоритмі. Бұл белгілі бір деректер құрылымынан элементті табуға арналған әдістер. Оның ішіне тізім, ағаш және де массив, граф сияқтылар кіреді. Оларды екі үлкен топқа бөлсек болады: сызықтық және логарифмдік. Бүгін біз сызықтық іздеу алгоритміне тоқталатын боламыз. Жалпы жылдам сұрыптау дегеніміз ол ағылшыншадан аударғанда quick sort болып аударылады. Ол сұрыптаудың бізде ең тиімді және де кең таралған алгоритм бірі болып саналады. Ал оның негізгі мақсаты алгоритмді тез-тез, яғни жылдам сұрыптап шығару. Ал енді жылдам сұрыптаудың алгоритмі ең алғашқыда 1960 жылы ойлап табылған болатын. Оны ойлап тапқан Тони Хоуэр болып табылады. Жалпы сол уақытта компьютерлердің жады өте аз және де олар өте баяу істейтін болған еді. Сол себепті Тони Хоуэр деген кісі ғалым 1960 жылы осыны жылдам сұрыптау алгоритмін ойлап тапқан болған. Жалпы жылдам сұрыптау алгоритмінің жұмыс істеу принципі өте оңай. Ол бізде сұрыптау, яғни ол үлкеннен кішіге дейін, немесе кішіден үлкенге дейін, немесе алфавиттерді де сұрыптай береді. Яғни біз осылай егерде массив жазатын болса, ол бізге үлкеннен кішісіне дейін сұрыптап береді, немесе керісінше. Жалпы алгоритмнің негізгі идеясы ол жылдам сұрыптау, бөлу және бағындыру деген идеямен жүреді. Яғни біз массивті екіге бөлеміз, яғни ол pivot деп аталады. Бөлгеннен кейін ол бізде оң жаққа және де сол жаққа кетеді. Оң жаққа бізде үлкен сандар кетеді, сол жаққа кіші сандар кетеді. Яғни pivot деген кез келген бір санды аламыз, сол саннан кішілері сол жаққа кетеді, үлкендері оң жаққа кетеді. Жалпы pivot таңдалған кезде ол кез келген элемент болады. Егер де ол сол жаққа кететін болса, ол бізде left side деп аталады. Ал егер оң жаққа кететін болса, ол бізде right side деп аталады. Жалпы жылдам сұрыптаудың артықшылықтары өте көп. Ең алғашқы артықшылығы ол әрине өте жылдам сұрыптау. Оның аталу себебі де басқа алгоритмдерге қарағанда ол барлығын тез сұрыптайды. Және де келесі артықшылығы ол кез келген рекурсивті алгоритмдермен жұмыс істей береді. Ал енді сіздерге практика жөнінде жылдам сұрыптау деген не екенін көрсетейін. Жалпы бізде осындай массив берілген. Осы массивті енді біз сұрыптау керекпіз. Ол үшін біз pivot санды таңдаймыз. Яғни pivot деген ол кез келген сан болады. Мен өзім 3 емес, давайте 7-ні таңдайық. 7 деген санды таңдағым келіп жатыр. Енді осылай жазамыз. Енді бізге осы сұрыптау үшін 7-ден үлкен сандар және де 7-ден кіші сандарды біз анықтау керекпіз. Ол үшін біз әрқайсысын 7-мен салыстырып шығамыз. Мысалы 4-ті 7-мен салыстырамыз. Егер де ол үлкен болатын болса, ол оң жаққа кетеді, яғни right side-ға, кіші болатын болса, left side-ға кетеді. 4 бізде 7-ден кіші болғандықтан ол осы жерге жазылады. Келесі бізде 7-ден кейін тұрған сан ол 9. 9 бізде 7-ден үлкен болғандықтан ол бізде осы оң жаққа кетеді. 9-дан кейін 3 саны тұр. Ол бізде кішкентай болғандықтан 4-ден кейін жазылады. Яғни сол жақта одан кейін 2, 1, екеуі де 7-ден кішкентай. Сол себепті сол жаққа жазылады. Ал енді осы сандар қайтадан сұрыпталып шығады, яғни осылай цикл қайтадан жалғасатын болады. Демек біз осы сандарды қайтадан сұрыптаймыз. Енді келесі бізде сұрыптау үшін қайтадан pivot санды таңдаймыз. Мен қазір 3 деген санды таңдағым келіп тұр. Енді 3-тің ортасына жазамыз. 3-тен үлкендері бізде оң жаққа кетеді, кішілері сол жаққа кетеді. Бізде 4 бізде ең бірінші тұр. Сол себепті біз оны бірінші жазамыз. Ол бізде яғни оң жаққа кетеді. 3-тен кейін бізде 2 тұр. 2 бізде оң жаққа кетеді. 2-ден кейін 1 тұр.
осылай жазамыз. Осыдан кейін бізде 1-ден кейін 7 тұр, 7 мен 9 осылай жазамыз. Енді қайтадан осылай біз pivot санды таңдап, тағы да сұрыптаймыз. Ал енді келесі сан мен 1-ді таңдағым келіп тұр. Егер де біз 1-ді pivot сан ретінде таңдайтын болсақ, онда бізде сұрыптау нәтижесіне жетеді. 1-ді таңдаймыз, одан үлкендері бізде, яғни 2, 3, 4, 7, 9 барлығы осылай по порядку жазылады. Жылдам сұрыптау дегеніміз осындай. Блин, енді айып етпеңіздер, ішқап кетті, бірақ та идея түсінікті деп ойлаймын. Бүгін біз жаңа айтып кеткен сызықтық іздеу алгоритміне тоқталамыз. Оны мен қазір оңай тілде жеткіздіретін боламын. Бұл жерде біз деген массивті мысалға келтіріп алдық. Өйткені оны түсінуге оңайырақ болады. Мысалға бізде Python'да array list деген бар. Оны листтің ішіне массивтің сандар жазамыз. Мысалға мынау массивтің ішіндегі сандар. Оның ұзындығы 5 деп аламыз, а оның индексі уже бөлек. Индексті біздер как дәреже ретінде алсақ та болады. Мысалы, мұндағы 1-дің дәрежесі индексі 1, 3-дікі 1, 5-дікі 2, 3, 11-дікі 4. Бұл жерде уже индекс болады. Индекспен табу үшін, іздеп алу үшін ақпаратты санды немесе бізде n-нің орнына кез келген индексті жазамыз. Мысалы, 2-ні жазсақ, бізге 5-ті шығарып береді. Егер де n-нің орнына 3 қойсақ, бізге 8-ді шығарып береді. Солай сияқты индекс арқылы біздер таба аламыз. Енді сіздерге жылдам сұрыптаудың өмірдегі мысалын көрсетейін. Жалпы менің алдында қарап тұрғандарыңыздай косметика тұр. Осы косметика бізде өсу ретімен емес, просто хаотично рандомно тұр. Енді біз оны жылдам сұрыптау арқылы біз оны кему ретінен өсу ретіне дейін қоямыз. Бізде ең алғашқы pivot санды таңдаймыз, яғни мен мысалы ортасында тұрған мен помадамды таңдаймын. Осы таңдағаннан кейін осыдан үлкендерін мен оң жаққа, одан кішілерін сол жаққа жіберемін. Бұдан үлкендері бізде міне осы жерге кетеді. Осылай кетіп бізде сұрыпталады. Жаңа мысал етіп кетіріп кеткен сызықтық іздеу алгоритміне өмірдегі мысал келтірсек болады. Мысалы, дәптерлермен. Бұл жерде типа математика, физика деген сияқты неше түрлі дәптерлер бар. Мысалы, әр дәптердің өзінің индексі бар. Бұл индексі 0, математика дәптерінікі 1, физиканікі 3, 1, 2, 3 деген сияқты кете береді. Бұл жерде бізде общий индекс 5, саны 5, бірақ 4-ке дейін барады, 0-ден 4-ке дейін. Оны дәреже етіп қалды сақталады. Мысалы, егер де біздер деген 2 деп белгілесек, онда бізге математика дәптерін шығарып береді дегендей. Мысалы, мына шеттегі лампочканы келтірсек болады. Ана шетте 4 тұр. Оның 4-еуінің әр индексі әртүрлі. Ананікі бірінші лампочканікі, оныкі 1, оныкі 0, а екіншінікі 1, үшінікі 2, төртіншінікі 3. Солай сияқты өмірден келтіреді. Болады. Сол. Жаңа айтып кеткенде біз деген сызықтық іздеу алгоритмімен және жылдам сұрыптауды өттік. Бұл жерден ағаштан мысал келтірсек болады. Бұл жердегі ағаштардың бойымен немесе сандармен сызықтық алгоритмға келтіретін болса, ол жерде уже по числам кетеді, сандармен. Бұл жерде бізде 5 ағаш бар. 5 ағаштың бір, екі, үш. Я твою мать! Бессонная игра сепчик. Бастадың ғой, жалпы жылдам сұрыптау дегеніміз осындай. Бастамаса. Адам етімен түсіндірдік деп ойлаймын.